الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وبعلم مشايخنا في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أيده أنبياءه بمعجزات. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نفعنا الله بعلم المؤلف مشايخنا في الدارين آمين. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Құрметті бауырлар, Алла субхана тағала баршамызға пайдалы қайырлы ілім нәсіп етсін. Енді осы мешітіміздің қабырғасында бірнеше уақыттан бері әдет болып келе жатқан ұстаздарымыздың қалыптасқан үрдісі бойынша әрбір бейсенбі күнінің кешінде жиналып, пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламға салауаттарды көбейтейік деген ниетте пайғамбарға қатысты ілімдер оқылатын еді. Былтыр естеріңізде болса, Ибрахим Шабан ұстазымыз осы мешітте болған кезде Алла елшісіне қатысты біраз кітаптарды осы жерде аяқтаған болатынбыз. Бурда болсын, Далаил-и Хайрат болсын, басқа да кітаптарды. Және де сол ұстазымыздың қалыптасқан үрдісін алып ары қарай жалғастырайық деген ниетте осы Алла елшісіне қатысты ілімдерді оқып бір бастаған болатынбыз. Осы жылдың басында, яғни Мәуліт айының кезінде пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламға жазылған ерекше туындылардың бірі имам кімдікі Бусири рахимахуллаху тағаланың Бурдасын оқыған болатынбыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның қадір қасиетін сипаттайтын кітаптарын. Енді сол ислам тарихындағы, немесе ислам кітапханаларындағы ерекше құрметке ие кітаптардың бірі имам Қади Ияд рахимахуллаху тағаланың Аш-Шифа бит-Та'рифил Хуқуқил Мустафа деген кітабы. Кітаптың аты Шифа деп аталады. Шифа деп аталу себебіне қатысты ұстаздар былай деп айтады: кімде-кім пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламды сағынып, ол кісіге деген ерекшелігіне ұмтылысы болып, сол сағыныштан ауырып жүрген болатын болса, онда осы шифа кітабын оқу арқылы дертіне шифа табады дейді. Өйткені сен жараланған болсаң, пайғамбардың сағынышына себеп, сол кітапты оқитын болсаң, сенің Алла тағала жүрегіңе иншалла шифа береді деп айтады. Және бұл кітап, құрметті бауырлар, мұсылман қоғамда немесе Алла елшісіне ғашық жандардың арасында ерекше құрметке ие кітаптардың бірі. Ұстаздарымыздың ілім мәжілістерінде өте жиі естілетін кітаптардың бірі осы имам Қади Ияд рахимахуллаху тағаланың Аш-Шифа бит-Та'рифил Хуқуқил Мустафа атты еңбегі. Енді біз бұл еңбекті Алла тағаланың қалауымен Қапшағайда қызметтер жөнінде сол мешітте сағып өткен болатынбыз. Және бұл кітаптың да біраз бөліктерін шамамыз жеткенше аударып халыққа қағаз форматта ұсынған болатынбыз. Енді бұл кітаптың иншалла қысқартылған, яғни мұхтасар нұсқасын осы Нұр Мүбарак мешітінде оқисақ деген ниетте бас қосып отырмыз. Сол иншалла Алла тағала осы ұмтылысымызды баршамызға иншалла пайдалы етсін. Енді кітапқа кірместен бұрын, құрметті бауырлар, мына біздің қолымыздағы кітап, көпшіліктің қолында тұрған кітап, бұл бәрдүс па Алматы? Бұл кітап, құрметті бауырлар, қысқартылған нұсқасы. Бізде білесек, кітаптың өзі бөлінеді. Мұхтасар ұғым бар, мұхтасар кітаптың қысқартылады. Оны табырып кетті. Біз ана кім сияқты болып кеттік қой? Блогерлар сияқты. Несі көп? Есіме қалады. Дұрыс па? Жоғар есім бар ма? Не, қой. Тұра берсін. Олар контент түсірмейді, молдалар ғой, ешкім білмейді. Осылай өліп пайдасы? Болды. Енді олай болса, құрметті бауырлар, бұл кітап кәсіден қолданған кітап екі ғалымның жұмысы. Біріншісі имам Қади Ияд, сосын екінші қазір имам Тамалладжи рахимахуллаху тағаланың кітабы. Екі ғалымның несі еңбегі. Жақсы ма? Қысқаша айтатын болсақ, негізі имам Қади Ияд рахимахуллаху тағала ол кісі мароккалық. Қазір кездегі Мағриб немесе осы мұсылман елінің батыс жағы. Фес, Маракеш деген сияқты қалаларды көбісі естіген боларсыздар, сол жақтың өкілі. Енді келесі ойлап қоймыз, Алла субхана тағаланың бір ерекшелігі бар ма деп, именно сол мұсылмандардың батыс өкілдеріне пайғамбар қатысты кітап жазуда. Өйткені біз ана сырғатыл салауатпен атаумен шыққан Далаил-и Хайрат кітабының авторы имам Жазули рахимахуллаху ол да сол Марокканың өкілі. Ана Қади Ияд, яғни Шифа кітабының авторы, ол кісі де сол жақтың өкілі. Өткен осы жерде оқыған Бурда бар еді, есіңізде болса, сол Бурданың да өкілі негізгі ата-бабасы сол Марокканікі, сосын кейін Мысырға көшіп барған, бірақ түбі Марокканікі. Сол кісілердің бір пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға байланыстары мықты ма екенін, бір істеген әрекеттері білмеймін, бірақ именно сол кісілер пайғамбарға қатысты жазған кітаптар үммет қабыл еткен. Мейлі Шифа болсын, немесе Далаил-и Хайрат болсын, немесе
Бурда болсын, ислам әлемінде ерекше құрметке ие кітаптардың бірі. Сол құрмет бар, бірінші бізде қазір кім? Қодауияттың Шифа кітабы. Сосын бұл кітапқа екіншісіне құрмет болар Мұхтасар, қысқартқан нұсқасы. Енді қазір аяқтан оқитын сөзі құрмет болар имам Қодауияттың тиісті сөздер емес, бәлки имам Дәмирижи рахмаллаху тағала оның тиісті кітап. Өйткені бұл кітап қысқартқан имам Дәмирижи құрмет болар, бұл кісі де Мысыр елінің өкілі. Мысыр елінің несі болар? Өкілі. Мысырдың оңтүстігінде сол жақта орналасқан елді мекен бар. Сол елді мекеннен туып өскен, жетілген, яғни жалпы Мысыр елі үлкен ғалымдардың бірі. Сол кісі осы кітапты мұхтасар, қысқартқан. Соны иншалла қазір шейх баяндайды. Бірінші речтер бисмиллахир-рахманир-рахим. Бұл жалпы мұсылман ғалымдардың сүннеті кітап бастайтын кезде бисмиллахтан бастау. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи хадисінде айтады, кез келген істегі бисмиллахтан басталмайтын болса, аяқта не болмайды? Береке болмайды. Сол себепті біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадисін негізделе келе отыра ғалымдардың кітаптарын бисмиллахпен бастайды. Екінші нәрсе құрмет болар, біздің Раббымыздың кітабы Құран кәрімнен басталады. Бисмиллахир-рахманир-рахим басталады. Яғни Құран кәрімнен бисмилlah басталады. Сол себепті ғалымдарымыз пайғамбарымыздың сүннетіне сай, және Раббымыздың кітабына еліктеу мақсатында немен бастаймыз бәрін? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ал келді екіншісі оқиды. Енді шейх айтып жатыр. Алхамдулиллахи лази айяда анбияаху бил муъжиза. Аллаға мақтаулар болсын, өздерін пайғамбарлар муъжизамен қуаттаған. Білесіз, құрмет болар, біз ақида ілімдерінде кез келген пайғамбардың, шынайы пайғамбардан немесе жалған пайғамбар ажырап тұратын көрінісі оның муъжизасы болуы. Егер пайғамбар келетін болса, Алла тағала оның қолына муъжиза көрсететін болса, шынайы пайғамбар екенін естігендер көрінісі. Ал енді жалған пайғамбар болса, Алла тағала ол кісілерге муъжиза істеуге мүмкіндік бермейді. Сол себепті шейх бастап жатыр, кітап бірден пайғамбарларға муъжиза беру арқылы қуаттап қойған Алла тағалаға мақтаулар болсын деп айтады. Бірінші нәрсе осы. Енді екінші реттен құрмет бауырлар, шейх бірден кітап бастаған кезде пайғамбарлар жайлы қозғап кетті. Бұны бізде риторика ілімінде, немесе балаға ілімінде барауаты истиклал деп айтады. Мағынасы сөздің басында негізгі тақырып болатын сөзді бірден қозғап кетеді. Кітабымыздың ішінде межелі болчықтер пайғамбар жайлы. Бірден не болады? Бастап жатыр. Алхамдулиллахи лази айяда анбияаху бил муъжизат. Пайғамбарлар муъжизамен қуаттан Алла тағала не болсын жіктер, мақтау болсын деп шейх бірден бастайды. Значит, яғни бұл кітап не жайлы болады? Пайғамбарлар жайлы. Ары қарай жатыр. Ва ассаса бишараихим қауаидал ақоид. Және Алла субхана тағала сол пайғамбарлар әкелген шариғаттар арқылы ислам ақидасын қағидаларын бекіткен. Кімдер арқылы жіктер? Пайғамбарлар жайлы арқылы. Және бекіткен нәрсе ассасы ва аркани ибадат. Алла субхана тағала пайғамбар арқылы құлшылықтардың негіздерін, рүкіндерін бекіткен болатын. Енді неяқта ерекшелік бар, құрмет бар, байқасаңыздар, неяқта алхамдулиллахтан бастады. Не бастады жіктер? Алхамдулиллахтан бастады. Бұл бізде жүмле исмия немесе исмен бастады. Ал енді екіншісіне ахмаду деп айтты. Исм мен фиғыл қандай айырмашылығы бар бізде ереке? Ал егер исмен басталса сибатты, субутты. Алла тағала мақтау қандай бар болғанда мәңгі бекіген деген сөз. Ал ахмаду деген болса жаңаланып тұрады деген сөз. Сол себепті бізде жалпы арабтың ерекшелігі бар. Егер исм болатын болса не білдіреді? Бекіген білдіреді, субутты білдіреді, сәбатты білдіреді. Ал не болатын болса, фиғыл болатын болса, истимрод білдіреді. Сол шейх екеуіне айтады, алхамдулилля, сосын да ахмаду. Екеуінде шейх сөзінде қолданып жатыр. Ахмадуху мақтаймын, аля ма хадана. Айтады шейх, Алла тағала бізді тура жолға салғанына және өзінің панасына алған себепті бүкіл мақтауды кімге айтамын дейді? Алла субхана тағала. Және айтады, куәлік етем, Аллахтан басқа ешқандай тәңір жоқ, және Аллахтан ешқандай не жіктер, серігі жоқ. Сондай Алла тағаламен куәлік келтірген дейді, сол куәліктер арқылы Алла тағала біздің жариманы көп жетеді. Жарима бізде ол жіктер не ол? Қателіктер деген сөз, күнәлар деген сөз. Күнәларымыз және қателіктерімізді кешіретіндей Алла тағаламен куәлік етем деп жатыр. Айтады ол, әшхаду әнна Мұхаммадан. Шын мәнінде пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям абдуху ва расулуху. Және несі оның? Құлы және елшісі. Хиратул ахл ард. Жер бетіндегілердің ең есіл жіктер
таңдаулысы. Уассамауат, және аспандағылардың. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات. Енді айтады, осы пайғамбарым Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламға, пайғамбарым саллаллаху алейхи уассалам отбасына, пайғамбарым саллаллаху алейхи уассалам сахабаларына, және пайғамбар соны ерген барша адамдарға алла тағала несі болсын жігіттер, игілігімен сәлем болсын. Оба. Енді әдеттегіше құрметті бауырлар, бұл нәрсе негізі пайғамбарым саллаллаху алейхи уассалам хадисі негізделген. Алла елшісі айтады, егер сені бір жерге барып, Аллаға мақтау және пайғамбарым саллаллаху алейхи уассалам салауат айтпай тұратын болсаңдар, онда сендер өрексенің үстіне тұрған сияқтысыңдар. Және екінші жерде пайғамбарым саллаллаху алейхи уассалам адамдар қандай да бір жерде сөз бастайтын болса, онда Аллаға мақтау және пайғамбар салауат айтпайтын болса, онда ол жерде береке жоқ айтады. Не жоқ жігіттер? Береке жоқ. Тағы бір сөзінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, кім деген Аллаға мақтау және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға салауат айтпай жиын бастамасын дейді. Олай болса бізде құрметті бауырлар, салауаттың айтатын үстіне болатын кездердің бірі жиын басталатын неме бастауымыз керек біз? Салауат. Бұл біздің құрметті бауырлар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның үйреткен мұсылмандардың этикасы, әдебі. Немесе не дейміз тағы мәдениеттілігінің көрінісі. Егер адам шариғи ілімнен хабар болған болса, онда кез келген жиында сөз бастайтын кезде бірінші Аллаға мақтау, сосын не болып жетер? Пайғамбар салауат, сосын барып қалған халыққа обращениесін бастайды. Байқасаңыздар, біздің де имамдарымыз мінберге шығатын кезде сөздің басына Аллаға мақтау, сосын пайғамбар салауатын бастайды. Бұның бәрі андай негізсіз, дәлелсіз нәрсе емес, бәлки пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам несі жіктер түсінетін болып табылады. Енді осының бәрін біткен соң шейх айтып жатыр. Ол бағду деген сөз бізде құрметті бауырлар ғылымда қаулул фасл деп аталады. Қаулул фасл деген сөз мағынасы қазіргі айтылатын сөздің алдың сөзге ешқандай қатысы жоқынан бөлек тақырып деген сөз. Енді қазір имам рахимахуллаху тағала бұл кітабының жазу себебін осылайша баяндайды. Ал кеттік. Жақсы. Енді қараңыздар, ғалым өзін бұл кітапта былай деп атайды, фаяқулул фақир. Кім айтады деді жігіттер? Фақир дейді. Енді бұл бұрынғы ғалымдармен қазір біздің арасында айырмашылық қой енді. Қазіргі кезде көресің ғой, біздің нелеріміз, кейбір шәкірттеріміз жазып қойды жаңағындай 5 шәкіртке шығарған эксперт деген сияқты. Биткейн маман деген сияқты. Осындай академия негізін қалаған деген жазады ғой. Бірақ бұрын ғалымдар өзі дейді, фаяқулул фақир деп отыр. Негізі үлкен ғалым дұрыс па кітап жазады, бірақ не деп отыр өзін? Фақир деп жатыр. Ана біздің ұстаздар бар еді. Кітап жазатын кезде қазір кезде тақиқ болады, білесіздер ғой. Кітаптың жазысын қолжазбасынан шығаратын кісілер. Сол кітапты қарайтын болсам, ғалымның атына қараған тақиқ істеген кісінің несі лауазымы жоғары тұрады дейді. Негізі кімнің лауазымы жоғары керек? Кітаптың авторының лауазымы жоғары керек қой. Сол бұрынғы ғалымдар өзі не деген? Фақир деген. Сосын не деген тағы да абдун даиф деген, әлсіз құл деген. Нейді адғафал ура, жаратылыстың арасында ең әлсіз деп өздерін сыйдандай төмен түсірген. Ал біз қазір болса өздерін бетіп не істейміз? Үркетеміз. Енді сол кім айтады жігіттер? Али Суайдан айтады. Осы кітаптың істеген бауырлар мұқтасар істеген кісі. Айтады, хазихи нәбзат мен китаби шифа. Не деген сөз жігіттер? Нәбза деген сөз бір бөлік деген сөз. Қай кітаптан бауырлар? Шифа. Яғни шифа имам Қадиғат кітабынан үзінді деп отыр. Кітаптың аты қандай бауырлар? Шифа фил тарифи хукуқул Мустафа деп аталады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хаққыларын білудегі не жігіттер? Имам Қадиғат рахимахуллаху тағаланың ең ерекше туындысы. Кітаптың мақсаты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам алдында біздің қандай міндеттеріміз бар, соны істеген жігіттер жинақтаған. Енді шейх баяндайды, махсухат асанид деген сөз, бауырлар бізде біресе жалпы кітаптардың өзінің ерекшеліктері болады. Қадиғат рахимахуллаху тағала ислам тарихындағы хадис саласы бойынша майталман және Малики мазхабының үлкен ғалымы. Ол кісінің кітабы, яғни шифаның өзіне біз көңіл бөлетін болсақ, кітабында хадистер тізбектерін кетіреді. Хадис келеді, сосын келеді құрметті балалар, тізбек келеді. Ол тізбекте келген кезде мысалы 5 адам, 6 адам, 7 адам келуі мүмкін. Сөйтіп келген кезде хадистің мәтініне қарағанда несі ұзын болады? Тізбек ұзын болады.
сөйтіп егер біз құдайят несін шифаның өзін алатын болсақ мынандай үлкен болу дөу болу не себепті құрметті балалар? Хадистер көп келген себепті. Енді біздің кейбір ғалымдарымыз хадистер жинақтаған кезде санатын кесіп тастайтын ғалымдар бар. Солардың арасында мысалы үшін имам Науауи рахимахуллаху тағала. Егер сіздер имам Науауи рахимахуллаху тағаланың 40 хадисіне немесе Риядус-Солихына көңіл бөлсеңіздер, ояқ не санаты кесіп тастаған. Және имам Науауи рахимахуллаху тағала өз кітаптарының кіріспесін түсіндіреді. Не үшін санатын кесіп тастайтынына қатысты? Өйткені имам Науауи айтады, Риядус-Солихин кітабының негізгі мақсаты ол хадис мамандарының шұғылданатын нәрсесі емес, бәлки халыққа пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадистеріне амал істеуге итермелеу. Және білесіз, имам Науауи рахимахуллахтың Риядус-Солихин кітабы адамды баспалдақпен тақуаға жетелейтін кітап. Ғалымдар айтады, ол жай кітап емес, қандай жіктер адамды рухани кемелдендіретін кітап шеттеме. Имам Науауи рахимахуллах сол кітабында естіген санаттарын кесіп тастаған. Өйткені бұл кітап тізбекпен, яғни ғылыми түрде айналысатын кісілерге арналған кітап емес дейді. Және имам Науауи рахимахуллах мысалы 40 хадисте сол мақсатта. Өйткені 40 хадистегі тізбекпен кесіп тастаған. Не үшін деген кезде, өйткені имам Науауи рахимахуллах осы 42 хадисте исламның негізі болатын хадистер естіген жинақтаған тізбегін алып тастаған. Тек қана бір ғана тізбегіне рауи қалды, ол бізде хадис тілінде рауи али деп атайды. Али деген сөз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи кейін келген адамды қалдырады, қалған тізбекті жіктеп кесіп тастайды. Мақсат қандай өйткені? Мақсат қандай жіктер? Қарапайым халық пайда болу үшін. Мысалы үшін сол кітаптардың бірі, енді біздің білесіздер, Шамаил Мұхаммад кітап шығарған бізде 50 бап қалдырдық қой, кетірдік қой. Соған бізге қатты әсер еткен ғалымдар бар, имам Шарқауи рахимахуллаху тағала. Имам Шарқауи рахимахуллаху тағала немен Шамаил Мұхаммад жұмыс істеген кезде, Шамаил Мұхаммад негізі қанша бап жіктер? 56 бап. Қанша бап? 56 бап. Соны имам Шарқауи рахимахуллаху тағала сол хадистерді алады, жаңағы имам кімде Термизи рахимахуллах 400-ден аса хадис келтірген болса, кейбір хадисті зерттелмейді. Сөйтіп имам Шарқауи рахимахуллах қайталанған хадистерді алып тастайды. Мысалы үшін әсіресе пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қолына жүзік тағатын бапта бірнеше хадис келеді, бәріне істелген қайталанған хадистер. Имам Шарқауи алып тастайды. Сосын имам Шарқауи рахимахуллах кейбір баптарды, мынау бап пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға қатысы жоқ деп мүлдем есеп тастайды, оны шығарып тастайды. Сосын мына баптың ішіне кіруге болады деп қысқартады. Сөйтіп 56 бап қаншаға айналып кетеді? 50 ғана бап. Және біздің де Шамаил Мұхаммад кітабын шығарғанда қанша бап яқты? 50 бап. Неге айтып болса, біз кімнен әсерлендік? Имам Шарқауи. Имам Шарқауи рахимахуллаху тағалада тізбектерін істеген жіктер кесіп тастаған. Өйткені ол кісінің мақсаты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам таныту үшін нені алып тастайды жіктер? Тізбекті алып тастап, тек қана мәтінді келтіреді. Және қайталанған хадистер алып тастайды. Сөйтіп ол кісі қайталанған хадисті алып тастаған кезде 70-тен аса хадисті кеседі, Шамаил Мұхаммад кітабын жіктер қысқартады. Түсінесіздер ғой, сол айтпай қойым, мына кімнің шейх Али Суайдани рахимахуллаху істеген ісінің негізсіз нәрсе емес. Ислам тарихында көптеген ғалымдар өздерінің кітаптарының қысқартқандар бар, үлкейткендер бар, әртүрлі әрекеттер істегендер бар. Түсінесіздер ғой, өйткені мақсат не болып тұр жұрттар? Халыққа пайда келтіру. Мысалы үшін бізде осы соңғы шығарған қазан толық кітаптары сол тізбектер ұзақ болған кезде олар не істедік біз кішкене қысқарттық. Өйткені мақсат халық салауаттың пайдасын білсін деген ниет болатын, несін алып тастау арқылы тізбектен арналса. Түсініңіздер құрметті балалар, олай болатын болса, шейхтің істеген ісі не болды соның жіктер? Мақсуд әсен. Не жоқ бұл жақта балалар? Ұзын тізбектер келтірмеген. Жақсы ма? Не үшін жіктер? Оқу жеңіл үшін. Яғни бізбен сіздерге шейх рахимахуллах оқу жеңіл үшін істеген жіктер азайтқан, қысқартқан. Муталаға жіктер не істеу үшін бүйтіп, ашып, оқып, қарай үшін, зерттеу үшін. Егер тізбек өзім болатын болса, мәжіліс созылады, оқу қиналады, әрбір адамды бөлу оларға мүмкіндік болмайды. Сол себеп негіз мақсатқа сәйкес келмеген себеп не істеген жіктер? Кітапты тағы да шейх қысқартқан деп жатыр. Күллі мурид әрбір қалаған адамға бұл кітапты шейх барынша істеткен, жеңіл деткен. Және шейх айтады, бұл кітап не деп атам дейді? Хуснул вафа. Хуснул вафа деген сөз, араб тілінде вафа деген сөз, сетте тұру деген сөз. Не деген сөз тұру? Сетте тұру деген сөз. Берген өйде тұру деген сөз. Уфу би ахдикум деген Құранда, сетте не бар? Тұру деген сөз.
Husnul vafa bit-tanbih ala ba'd al-huquq Mustafa payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam кейбір хақларын ескертушілер еске түсіру үшін. Жақсы ма? Қайықтан алған бәрін жігіттер шифа кітабынан. Соны білейік, бұл яғни имам Али Суайдани рахмаллаху тағала кітабын түгелі қайықтан алып жігіттер шифа кітабынан. Аллаху ясиму миназ-залал. Залал деген сөз жігіттер ол зәлләні көп жетер. Мағынасы қателесу, шатасу деген сөз. Аяқтай кету деген сөз. Алла тағала мені қателіктен сақтасын деген сөз. Аллах субхана тағала маған ізгі амал істеуге және ізгі сөз сөйлеуге не берсе тауфиқ берсін. Тауфиқ деген жігіттер Алла тағала сіздерге шариғаттың шеңберіндегі шариғаттың дұрыс есептелетін амалды істеуді нәсіп ету деген сөз. Немесе кейбір ғалымдар анықтамасы бойынша тауфиқ дегеніміз Құдай тағала сіздерге ізгі іс істеуге себептерді реттеп, кедергілерді алып тастау деген сөз. Сондықтан сол себепті Алла тағаладан тауфиқ сұраймыз дегенде не сұраймыз біз? Алла Құдай субхана тағала бізбен сіздерге ізгі амалдар істеуге себептерді реттеп, кедергілерді істеп алып тастау. Жақсы ма? Сол Құдай бізге тауфиқ берсін иншалла. Сонымен имам Али Суайдани айтады, бұл кітапты имам Қадирият қалай істеген болатын болса, мен тура солай істедім, ешқандай жоқ жігіттер өзгешелік істеген жоқ дейді. Жақсы ма? Енді осы жердегі шейхтің кітапты қалай бөлгеніне кірместен бұрын бір тоқтап бекітіп алатын нәрсе бар бауырлар. Жалпы біздің дін ғалымдары, немесе жалпы ғалымдар айтсақ болады, кітап жазатын кезде не бар жігіттер? 7 түрлі мақсат болады дейді. Қанша мақсат жігіттер? Жалпы түсінікті болайық. Имам Қадирият кітап жазып қойды. Кітаптың аты не болды? Шифа болды. Енді Али Суайдани десе отыр жігіттер келіп кітапты қысқартып жатыр. Енді ғалымдар айтады, кез келген адам кітап жазатын кезде 7 түрлі критерий бойынша жазсын. Егер 7 түрлі критерий бойынша жазатын болса, кітап не болады? Маңызды болады. Егер оған сәйкес келмейтін болса, кітаптың құндылығы төмен болады дейді. Сол үшін айтады, әлі фағламан дейді. Мынандай Ибн Хазм рахмаллаху өлең шумағы бар. Әлі фағламан, біліңдер дейді. Не дейді жігіттер? Біліңдер дейді. Инна таалифа саб'ат. Кітап жазу дейді жігіттер. Қанша мақсаты бар? 7 мақсат. Қанша мақсат жігіттер? 7 мақсат. Айтады, ликули лабидин фи насихатил халис. Әрбір ақыл насихаттайтын адамдарға сол жерде шынайы не бар дейді жігіттер? Насихат бар дейді. Бірінші жігіттер кітап жазатын кезде біз мақсатымыз шарху иғлақ деп атайды. Шарху иғлақ деген сөз, сіз кітап жазатын кезде кітабыңыз қиын болған ашылмай ғибраттар не істеу керек? Ғибараларды ашу керек. Мысалы үшін бізде білесіздер, имам Қудыр рахмаллаху Қудыр дейтін мәтіні бар. Дұрыс па? Соған не бар жігіттер? Шарх. Мысалы Любав деген кітап бар, оның несі оның шархы. Қудыр рахмаллаху сөздерін кейбір ашып болмай қалады, соны кім ашып береді бізге? Имам Майдани ашып береді. Жақсы ма? Немесе тура сол себеп басқа да бізде өте көптеген діни мәтіндер бар. Қазір Дақойқ бар, имам Масафидің кітабы. Соған не бар жігіттер? Ибн Нужайм шарх бар. Сөйтіп біз оны естиміз жігіттер, түсінеміз. Олай болса кітап жазып бірінші мақсат қандай жігіттер? Шарху иғлақ. Жақсылығын не істеу керек жігіттер? Ашуымыз керек. Түсіндіңіздер ғой, екінші келеді тасхихил мухти дейді. Тасхихил мухти деген сөз қате кеткен затын не істеу жігіттер? Түзеу дейді. Қате кеткен затын не істеу жігіттер? Түзеу керек. Яғни мысалы үшін бір кісі кітап жазды, кітабында қателесті. Соны кейін ғалым сол қате не істеу жігіттер? Түзеу керек. Жасау олай болса кітаптың негізгі мақсаты қандай бізде? Тасхихул мухти. Қателескенді не істейміз жігіттер? Түзейміз. Бұл бізде кітап жазудың екінші мақсаты. Үшіншісін айтады шейх, ибдағул хибри мұқаддам ғойры нәкис дейді. Үшінші кітап жазудың мақсаты жігіттер, Дархан сөз қайда кеттіңіз? Ау, кесеңізші Дархан сөз. Ибдағул хибри мұқаддам ғойры нәкис дейді. Кітап жазуда үшінші мақсат, құрметті бауырлар, новый нәрсе бар дейді. Бұрын соңды қоғамда болмаған, бірақ қажет болған нәрсе жігіттер жазылу керек дейді. Яғни сіз кітап жазатын кезде сіздің кітабыңыз қоғамдағы проблеманы шешетін болса, немесе бұрын соны жазылмаған болатын болса, не істеу керек жігіттер қолға алу керек. Дұрыс па жігіттер? Мысалы қандай нәрсе бар жазылмаған, кейін жазылған. Мысалы үшін кезінде Қайрат ұстазымыздың хадис ілімдегі кіріспе деген кітап жазылды. Бұрын жоқ болды. Енді не ол жігіттер? Жазылды. Қажет па? Қажет. Құран ғылымдары деген кітабы болды. Бұрын болды ма? Болған жоқ. Несі? Жазу керек болды, жазу керек болды. Жасау, шейх айтқан нәрсе,
ибда вал хибр мұқаддам хойры накис деманы кітап жазу үшінші мақсат бұрын жазылмаған қоғамда қажет сол нәрсені жазу керек. Сырға толы салауат болсын, немесе қазына толы салауат болсын, мен кітап мақтап кете беремін, жараймын, бірақ кез келген нестерде жазылған кітап қоғамда бір не жау керектер, бір лазейканы жау керек. Лазейка жаңағы ашылып тұрған нені тесттерді жау керек. Мысалы үшін, мен біз жазылған кітап, қазына толы салауат деген кітап, қазақ тілінде салауат үкімдер байының кітабы жоқ. Жазылды, бір не жабылды жеттер, шел жабылды. Тура сол сияқты басқа да салаларда әлі жазу еткен дүние бар. Мысалы үшін мен сұрап отырмын, бір кеше қай мәжілісте болдық? Тәжвидке қатысты. Мысалы үшін арамызда бір жігіт, мысалы қарилар, Құранмен шұғылданған жігіттер неге мысалы хотя тухфат атфалды қазақ тіліне аудармайды деген сияқты. Немесе кімнің имам қалайды жазария деген аудармайды деген сияқты. Қарилар тәжвид деген сөз енді араб тілін ешкім білмесе бәрі тәжвидті бәрі білу керек қой, дұрыс па? Мешітте қанша адам Құран жаттау үшін барады, соларға не дайын кітап керек қой. Сол сияқты қарекес азғанаш қоға жарай ма? Қоғамда не отыр нәрсе ашық тұр. Онда нені жау керек бізге? Тесін жау керек. Жақсы ма? Шейх осылай. Үшінші нәрсене жетер сонымен ибда вал хибр мұқаддам ғойры накис деген сөз ашыл не бітелмейған тесін не сөйлеушілер жау керек. Яғни тәжвид ма? Түсіну керек қой. Әлбетте. Әлбетте. Солай жұмыста керек қой жатқан ғой. Жарай ма? Қажы кешаған дүниеде отыр. Жақсы. Олай болмаса үшінші мақсат не болса оны барлы кітап жазуда. Жоқ, бұрын соны жоқ нәрсені жазып имдар деген сөз жігіттер білесіздер, бұрын жоқ болған нәрсені жазу деген сөз. Соның төртінші мақсат жігіттер тәртибул мансур дейді. Тәртибул мансур деген сөз, құрметті бауырлар, егер кітап жазылған болатын болса, бірақ реттілік сақталмаған болса. Не жоқ болса жігіттер, реттілік сақталмаған болса. Сол сіз кітап жазатын кезде шашып жатқан нәрсені істеуге жігіттер жинақтауға реттеуге болады. Мысалы үшін ең мәшһүр мысал бізде мұсталах хадисте оқитын имам Ибн Салах рахмаллаху мұқаддимасы бар. Білесіздер ғой, мұқаддима кітабы теңдеуші мықты кітап, бірақ не істелмеген бауырлар жүйелеме реттелмеген. Не істеген әр жақты шашылған. Мысалы соның келді кім имам Хаджар Асқалани өзінің несінде жігіттер нұхбатул фикх немесе нұсхат назар кітап несі бәрін бүйтіп бізге жүйелеп берді. Значит, кітап не өрешіктер? Тәртибул мансур деген сөз шашылған заттарын істеп бүйтіп жинақтап реттеп беретін болса маңызды ма жігіттер? Маңызды. Ол бізде қаншасы не болды сонымен жігіттер? Себеп төртінші себеп. Бесінші себеп жігіттер біздегі мақсат жамғул муфаррах деген сөз шашылып жатқан заттарды не істеу барлар жинақтау деген сөз. Шашылып жатқан нәрселерді жинақтау бізде жамғул муфаррах деп аталады. Мысалы үшін білесіздер, кейбір ғалымдар бар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жазылған өлең шумақтарын бәрін бір кітапқа жинақтаған. Кімнің имам Юсуф Набахани рахмаллаху Минахул Мадих деген кітабы бар. Пайғамбарымыз саллаллаху жинақталып өлең шумақтарын бәрін істеген барлар жинақтаған. Немесе тура сол сияқты қандай да бір кітап шашылып жатқандар болатын болса, алып жинақтап бір кітап жинақтайтын болса не болды жігіттер? Жамғул муфаррах. Шашылған не істер жігіттер? Жинақтау. Бұл қанша себеп болды сонымен? 5 болды. Жақсы ма? Сосын шейх жалғастырып тақсиру татуил дейді. Немесе бізге дәл қажет болса ұзарған нәрсені істеу қысқарту. Өйткені кей кезде бар білесіздер, ұзақ болуды адамдардың фокус шашатып жүреді. Мысалы, тізбек кесу мәселесі болсын. Немесе кейбір кітаптардың ауқымды болғаннан кейін адамдардың оқудан ізденіске түсуден сияқты қойды, шашатып қою мүмкін. Шифаның үлкендігі адамдарды оқытпауы мүмкін. Немесе кім имам Худари рахмаллаху тағала Нұр Яқин басында айтады ғой, кіріспесінде кітаптар қатты ұзын болған кезде адамдар оқудан алыстап қойды. Сөйтіп кітабын себеп тырсын дейді, қысқартуға. Мына кітаптың мақсаты жігіттер ең негізін алып не істеген қысқартқан. Білесіздер жаңағы жігіттер біздер жоқ, мұқтасар құдыр кетіп қысқартқан ол аштаған, мына жақтан ұзартқан нәрсені қысқарту деген сөз ғой. Сол себеп кітап жазатын кезде барлар, егер кітап қатты ұзын болатын болса, немесе жаңағындай қысқартудың реті келетін болса, сол адамдарға аңғарып болшықтар қысқартсақ болады. Что адамдарда ең главный нәрсе қолдарында істейтіндей жүретіндей. Жасма? Немесе жаңа керіп айтып жатады ғой,
суын алып су деп жатады ғой бірестен кейбір кезде кітапта бос көп болсын дейді оны су деп жатады пайдасы жоқ болатын болса сол себепті кітапты жеке мақсат қалай еді қысқарту егер оны дұрыс мақсатта болатын болса кейбір кездері кітапты қысқартуда бауырлар не болып тұрады бізде маңызды есептеледі жақсы ма ең соңғы жіктер кітаптың тағы бір пайдасы тәтмим нақис деген сөз кемшілік болған жерді тәмамдау толықтыру деген сөз ғой кемшілік не істе бауырлар толықтыру тәмамдау бұл не үшін деген кезде мысалы кітап оқыдыңыздар кітаптың белгілі несі бар бауырлар қателіктер бар сол қателік көргеннен кейін оны зерттеп сол жерді толықтырып сол қателіктерді жауып кететін болса сол кезде кітап не болып дұрыс болып есептелінеді сол үшін құрметті бауырлар алла субхана баршаңызға күш қуат берсін алла болашақ уақытта кітап жазатын болсаңыздар осы 7 түр не бойынша критерий бойынша қарайсыздар жақсы ғой иә бірінші нәрсе шарху ихлақ нені ашықтау зат не істеу жіктер ашықтау дұрыс қой екіншісіне жіктер бізде тасқиқ мұқтиу қателіктерді түзеу деген сөз сосын жақсы ма жаңа нәрсе шығару қоғам қажет болған үш деген сөз төртінші не бізде тәртиб мансур деген реттеу баптықтарды ыңғайластыру деген сияқты жақсы ма сосын барып біз әр шашылып нәрсені бір жаққа не істеуіміз жинақтау дегенбіз сосын барып біз тақсир тату ұзарған не істеу қысқарту сол бесіншісі тәтмим нақис кем болған жетпей қалған тұстарын істеу толықтыратын болсақ онда бізде кітап жазудағы негізгі 7 мақсат іске аса ма жігіттер асады енді осы категорияға бөлетін болсақ имам Али Суайданинің қай бөліміне жатады тақсир тату ұзарған десе олар қысқарту өйткені шейх рахмаулла осы мақсатта кітап неседе істеткен болатын жақсы ма енді көңіл бөлетін нәрсе бауырлар имам Суайдани рахмаулла имам Қадырияттың шифа кітабымен жұмыс істеді бірақ шифа кітабымен жұмыс істеген кезде бауырлар тура имам Қадырият қалай 4 бөлімге бөлген болса сол бөліммен кетіп жалғастырды есе жігіттер жалғастырды бірақ ескерген бір-екі нәрсе бар имам Қадырият рахмаулланың ерекшелігін кітабын алған кезде бұл кісі баптар қалай болды солай қалдырды 4 бап болды соны еседі қалдырды ешқандай істеген жоқ жігіттер өзгертіс істеген жоқ бірақ имам Суайдани рахмаулла астында кейбір бөлімді бір-біріне қосып жіберді кейбір бөлімдер еседі жігіттер бауырлар бір-біріне қосып жіберді қысқартылған деген сөз ғой сосын имам Қадырият рахмаулла мына кітабында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мұғжиза бабына келген кезде өте көп мұғжиза келеді бірақ бұл кісі бұл жерде істейді қысқартады сан азайтып жібереді сосын кейбір жерлерде біз иншалла уақытпен айтатын боламыз Қадырияттың негізінде жоқ хадистерді қосады шифада негізі жоқ бірақ не істеген имам Али Суайдан өз тарапынан кейбір хадистерді өзі қосқан яғни мына кітапта шифаны қысқартылған деп айтқанмен де кейбір өз тарапынан қосқан өзіне істеген жіктер қажеттер тапқан дүние болса бірақ айтпай қойып мұхтасар деген кезде полностью имам Али Суайдани бәрін өз несін шифаның ешнәрсе қосқан жоқ тек қана соны жұмыс етіп айта алмаймыз дегенім ғой өз тарапынан кейбір нәрселер қосқан болатын өзгерістер енгізген енді түсінікті үшін айтсақ болатын шығар баптарға қатысты мысалы біз имам Жазири рахмаулланың сырғат кітабы Далил Хойрат соны жұмыс істедік қой не Далил Хойрат қанша күнге бөлінген жігіттер 7 күнге біз қанша күнге бөліндік 20 күнге бұл тараптан өзгеріс істедік бірақ сол айтпай қойып біз өзгеріс істеген кезде өз ойынан шығарған жоқпыз дегенім ғой имамдардан әсерлендік имамдар пайда болу үшін не істеп жатыр өзгертті біз де сол көрдік та ол бір күнде жаңағы 7 күнде Далил Хойрат кітабын бітіру ауыр да дегенмен қысқартатын болса не болады кішкене жеңіл болады сөйтіп пайғамбарымыз сауат айтудық бір ізгілік кетірейік деді және біз ол кітапты жаңағы пайғамбарымыз саллаллаху шамаилін хасойсын ерекшелігін баяндап өттік қысқа да болса да не үшін неге сауат айтуға адам несі оянады жігіттер рогба желаниесі ашу үшін сол айтпай қойып қалайша үлкен ғалымдар істейді сол нәрсені біз не істейміз бауырлар әсерленіп өздеріміз еңбектерін қосуға тырысамыз соластыр бауырлар сол сияқты мына кітапта құрметті бауырлар имам Қадырият рахмаулла бәрін істеген жоқ деп шифаның түгел бөлімін ұстанып айта алмаймыз дейді кейбір кезде кейбір хадистерге қатысты уақыт келгенде айтатын боламыз негізі асылында жоқ болған хадистерді кім Қадырият рахмаулла қосқан болатын түсіндіңіздер бауырлар енді кейбір мәселелер бар Қадырияттың кітабындағы кейбір хадистерге қатысты әңгіме айтылғандар бар
біз ол хадистерге қатысты уақытысы келген кезде тоқталатын боламыз. Яғни кейбір ғалымдар Қодағият кітабында тіпті маулу хадистер бар деген не бар, сындар бар. Бірақ айта кеткен нәрсе, ол шифа кітабының құндылығына мүлдем неше жігіттер әсер жоқ. Маулу хадис қайсы айтылған, иншалла уақыт дегенде біз сіздермен тағы да толықтырып таныстыратын боламыз. Түсіндіріп алыңдар, сол қысқаша ғана кімнің Али Суайдани рахмаллаху тағала кітапқа істеген еңбектеріне қатысты осы тоқталатын дүние бар. Енді жігіттер кім Қодағият өзінің кітабын қалайша бөлген соған тоқталсақ, ал кеттік. Қанша бөлінген бауырлар? 4 бөлімге бөлінген. Ал бисмилля. Жақсы. Енді қараңыздар бауырлар, имам Али Суайдани бұл шифаға қатысты кітабын реттеген кезде тура негізіне сүйенген. Айтады: القسم الأول في تعظيم العلي الأعلى لقدر النبي قولا وفعلا. Алла Субхану тағаланың пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның дәрежесін көтеруі. Іс жүзінде болсын, қалай болсын балалар, сөз жүзінде болсын. Сөйтіп шейх не дейді? Фихи арбаатул абуаб, қанша бөлімге бөлінген? 4 бөлімге бөлінген. Негізінде имам Қодағият рахмаллаху тағаланың кітабының бір ерекшелігі бар ғой, жігіттер. Және ерекше мен танытып алатын, және ерекше ілім мәселелермен жиі айтатын сөзім, Қодағият бұл кітап бірінші бөлімде Алла тағаланың пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам дәрежесін көтерген жайлы Құран аяттарын бәрін жинақтайды. Қасиетті кітап бар, Құран кәрім, жігіттер, біз оқып жүрген. Сол Қодағияттың Раббысының кітабы Құранмен соншалықты мықты танысының көрінісі пайғамбарға қатысты аяттардың бәрін істеген жігіттер жинақтаған. Общий. Енді білесіңдер, жігіттер, бізде қазір неде болады ғой, енді күз уақытысында ауылда картошка тереміз ғой. Картошканы теріп бетіне сен жігіттер үйіп тастаймыз. Сосын отырады жаңағыдай сортировка дейді, білесіздер ғой, ана ірілерін бір жаққа жинайды, майларын бір жаққа жинайды, сосын жаңағы жарамайтындарын бірден жібереді, жаңағы неге малға жем болсын деген сияқты. Білесіздер ғой жігіттер, сол сияқты Қодағияттың ең ерекше маған қатты ұнайтын осы бір бөлігі, ол кісі Құран кәрімдегі пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламға қатысты Құран аяттарын бәрін жинақтаған. Енді мынандай ой болса жігіттер, егер мен Алла Субхану тағаланың қасиетті Құранда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи не айтқан, қандай аяттар келген деген сияқты іштеріне запрос сұрақ болатын болса, жігіттер сіздер Қодағият кітабының алғашқы бөлімін оқысаңыздар бәрін табасыздар. Кім жайлы? Пайғамбарға қатысты. Сөйтіп имам Қодағият, енді Алла рахымды алсын, ерекше ғалымдардың бірі, сөйтіп ол кісі бүкіл аяттың тағы 10-ға бөледі. Құран аяттар қанша бөледі жігіттер? 10-ға бөледі. Сөйтіп ол кісі бірінші бөлімде Алла тағаланың пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам дәрежесін көтерген аяттарды қосады. Пайғамбар несін жігіттер? Дәрежесін көтерген. Алла тағала айтқандай: «Рафағна ләка зикрок» деген сияқты. Пайғамбардың дәрежесін жігіттер көтерген аяттар. Екінші бөлімде Қодағият рахмаллаху тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға шахада істеген жер, пайғамбарымыз куәлік берген жер. Алла Құранда: «Инна арсалнака» дейді, шахидау, мубашшира ва назир. Сен осы жібердің. Қандай деңгейде жігіттер? Шахид деген, куәгер деп. Сосын барып Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мулаттафа деп айтады, жұмсақ сөйлеген кездеріне. Алла тағала білесіз, қасиетті Құранда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: «Я айюхал муддассир, я айюхал музаммил». Мысалы Құранда «Я Нух, я Ибрахим, я Адам» дейді ғой, бірақ пайғамбар «Я Мұхаммед» деген жері бар ма? Жоқ та. Түсінесіздер ма? Үйде кішкентай ерке бала болады ғой, етіпші. Бірдеңеде сол сияқты пайғамбарымыз Алла тағала сида қандай әбішіне балалар? Жұмсақ әбішіне. Афаллаху анка дейді Алла тағала. Мұхаммед Алла тағала сені еседі, кешірді деп айтады. Түсінесіздер ғой? Сөйтіп пайғамбарымыз Алла тағаланың істегені жұмсақ қанған кезде. Келесі аяттарда Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху ант ішеді. Ла амрак, ей Мұхаммед, сенің ғұмырмен анши. Иннахум фи сакати яъмахун. Олар неде жігіттер? Адастырушта жүр деп айтады. Пайғамбардың ғұмыры десе жігіттер аншып жатыр. Кейбір ғалымдар тіпті Құран аяты бар ғой, я син деп келеді. Әлбетте хұрфы мұқатта мағынасы болады, бірақ сөйте кейбір ғалымдар бұл жердің мағынасы я сайд Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам айтады. Сен ғұмырмен ант ішеміз. Бүгін өтіп есіңде ме? Алиф лам мим. Мақсат не дедік бұл жерде? Қасам деген бір нұсқасы бар, дұрыс па? Сол я син дейді, я сайд ей Мұхаммед, сені ғұмырмен ант ішеміз деген сөз.
Немесе тохады я тохир деп пайғамбардың есімі ғой тоже. Сені ғұмырмен жеттер ант ішеміз. Сөйтіп алла тағала қасиетті құранда пайғамбарымыз ғұмыр не істеген? Ант ішкен. Кейбір кездері келесі топтамай алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның үшін ант ішкен. Алла тағала жай айтқанымыздай ант болса нун уал қалами ума ястурун ума анта би ниъмати раббика бимажнун. Раббыңның саған берген нығмет бізге кім емесін дейді? Жынды емесін дейді. Алла тағала пайғамбар үшін қалам не істеп жатыр? Ант ішіп жатыр. Мен айтамын мысалы үшін енді Аллахпен ант ішейін, алматы өтірік айтпайды деймін ғой. Кім үшін ант ішіп жатыр мен? Сен үшін дұрыс па? Значит, сенің құзырда менен бар, сенің дәрежең жоғары менің құзырымда. Тура сол сияқты Алла тағала пайғамбар үшін не істеп жатыр? Ант ішіп жатыр. Түсінесіздер ғой, сол сияқты Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды басқа пайғамбарлар не істейді? Жоғары етеді. Әлі неден басталады білесіздер ме? Ахзаб сүресінде бар ғой. Ойза ахазна мисақ біздің алдында серт алды. Кімнен деді? Минка деді. Бірінші кім айтады жігіттер? Пайғамбарымыз. Пайғамбарымыз заман жағының соңы келді ғой. Бірақ серт алған десе жатыр? Бірінші шығады. Өйткені ұрытпасын пайғамбар саллаллаху жоғары. Сосын бұл болады. Сөйтіп имам Қади Ғият рахимахуллаху тағала құрметті бауырлар 10 неге бөледі, топқа бөледі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның қасиетті Құрандегі аяттарын пайғамбарға сызбасын істеген жинақтаған. Бізде мысалы өзіме бар ғой, қатты әсер етті да осы нәрсе Алла тағаланың қасиетті Құранда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи жинақтаған аяттар бар ғой, қатты әсер етті да. Сосын біздің неде Шамал Мұхаммед кітабы екінші басылығы бар ғой, сол жақта пайғамбарға келген Құран аяттарын бәрін жинап сояқ қостық қой. Ау? Бірінші бөлім сол айтылған, бірақ ол жерде тек қана не Ахзаб сүресіне қатты көңіл бөлінген ғой. Бірақ ненің басқа сүрелері бар. Мысалы Фатх сүресі бар ғой. Инна фатахнака фатхан мубина лияғфира ма тақаддама ва ма тааххар. Бүкіл аят антуаззиху антуаққирухтың аяттары бар. Кім қатысқан жігіттер? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Тіпті ең соңғы аяттан есі пайғамбарымыздың қатты сипаттайды ғой. Мұхаммаду расулуллах уаллазина мааху ашидду ала куффар. Сол Фатх сүресінің бәрі негізінде түгел пайғамбарымыз не істеу? Дәрежесін көтеру ғой. Соңғы жігіттер осылайша бауырлар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қатысты Алла тағала қасиетті Құранда аяттардың бәрін істеген жинақтаған. Сол біз Құдайға сіздерден тағысатын боламыз. Енді сіздерге қызық па мен білемін, бірақ мен өзіме осылай жүзіп алғанды 10 бөлімге бөлінген. Мына жақта менде не ол? Құран аяттары ғой. Егер мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи аят іздеген кезде Құран осыған жүгінемін ғой мен. Бәрі менен тұрады. Жаңа өзімде жаңа неде Шамал Мұхаммед екінші басқа шыққан кезде сол Құран аяттарын бәрін қосып жібердім. 50 қостық. Біраз жасау бар. Сол себепті мен білмеймін енді баршамызға енді қасиетті Құранды оқып жатқан кезде осы аяттарды көрген кезде просто өтіп кете алмайсың ғой сен. Кімге қатысты аяттар екенін білесің? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға қатысты аяттар екенін білесің. Немесе Құран аяттарында бар Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның да ішкі жан дүниесі бар ғой, соны сипаттайды. Маған қатты ұнайды сол. Оны имам Қади Ғият өтетін боламыз. Шафақатуллах ли набиyyи, Алла тағала пайғамбарға деп жанашырлық деп қояды. Мысалы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бар ғой, халық ислам қабыл етпейді, дағуат қабыл етпейді ғой. Пайғамбар қатты не істеді? Өзі жазған іштей күйінеді ғой. Сол Алла тағала айтады лағаннака бахи нафсак. Сен өзіңді өз-өзіңді сөгесің дейді. Бахи нафсак, іштей өзіңді қиналасың. Иллам ю'мин би хазал хадиси асафа. Сен бұл сөзді қабыл етпесең сен іштей қиналасың. Сол пайғамбардың ішкі жаны кім біледі? Кім біледі ол? Раббысы біледі. Пайғамбарымыз сен осындайсың ғой десе жатыр. Алла тағала сипаттайды. Сол себепті маған ерекшеліктердің бәрі де осындай. Немесе тағы айтпар ғой. Қуатнағына иннаха ла яхзунка. Ей Мұхаммед білеміз дейді. Олар айтқан сөздерге сенбейтіндер қайғыртады дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи сөздерін олар айтқан Алла сенбейтіндер қайғыртады дейді. Әлбәтте яқын олар айтқан сөздер сен қатты тиеді деп Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи жан жаңағы ішкі жан дүниесін осылайша сипаттайды. Иншалла бізде бір кім бар екен? Саған берсек бола ма Расул? Жинап бере аласың ба жігіттерге аяттар полностью 10 категория бөліп. Шифа бар, сен просто тересің. Бірінші бөлім пайғамбар мақтау, екінші пайғамбар куәлік, үшінші пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға Алла тағаланың жұмсақ обращениялары, сосын пайғамбармен өмірмен анышуы, пайғамбар үшін анышуы деген сияқты 10 категория бөліп шығасың. Бір үмметке істеген пайдам болады. Ондай кітап менің қазақтың жоқ сияқты. Мынандай бір қиын ілім мәжілістер болады ғой. Ілім мәжілістердің соңында бірден шығу керек қой негізі.
Дұрыс па? Бітті мәжіліс. Сен кітап шығару керексің, немесе бірдеңе шығу керек, чтобы халыққа не істейтіндей пайда етеді. Әйтпесе ілім алып халыққа бөліспесең несі пайда? Дұрыс па қарекен? Ілім деген не істеу керек ары қарай? Жайылу керек қой, жан-жақты не істеп бәрін гүлдендіру. Өйткені пайғамбар солай айтады, дұрыс па? Мен әкелген дін, ислам не сияқты нөсер, жаңбыр сияқты. Пайғамбар дін не жетер, әкелген нәрсе ғылым ол жаңбыр сияқты айтады. Адамдар не сияқты жетер? Үш тай тұрғанда бар, бір адамдар қандай жетер? Жұмсақ жер, жаңбыр жауады, көгереді, өнеді, өседі. Бұл кім дегенде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ілімін алып, өз бойына сіңдіріп, өзге беріп жатқан адамдар дейсіз. Бұл бірінші топ адамдар. Жақсы ма? Екінші топ адамдар болады, олар су жинайтын не сияқты, бачоктар сияқты, бачок сияқты. Су жинайтын, өзі өспейді, басқаларға не істейді? Беріп жатқан адамдар дейді. Үшінші топ адамдар пайғамбар еншіктер шөл жер сияқты. Су сіңеді, жауады, сіңіп кетеді. Ештеңе шықпайды. Тіпті пайғамбарымыз солай дейді, ләм ярфа бизал құрасан, тіпті басын көтеріп те қарамады дейсіз ғой. Сол себепті пайғамбардың әкелген діні не істейді, жан-жақты не істейді? Гүлдендіріп, жандандырып, андай керемет болып кете керек қой. Сондықтан пайғамбардың хадисі ілім барған жер осындай көркем болу керек. Сол себептен біздің мына Қодағияттың кітабының ең ерекше бөлімі басқа кітаптарда кездеспейтін, басқа адамдардың жүрегіне ерекше орын алған кітаптың осы бір үлгісі қайсы бар ол? Бірінші бөлімде пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям қатысты Құран аяттарын істеуі жинақтау. Бұл үлкен ішten еңбек. Бұл енді менің ойымша Қодағияттың Раббысының кітабы Құранға деген және пайғамбарымыз саллаллаху махаббатының деңгейі. Өйткені Құранды көп оқыған адам осылай шығара алады негізі. Көп оқыған селчіктер шығара алады. Және оның бәрін пайғамбарға қатысты табу деген сөз действительно пайғамбарға деген махаббат нешіктер көп. Түсініңіздер ғой? Бірінші бөлім осы, екіншісіне кетейік. Екінші бабылар Қодағият рахмаллаху бөлген бөлімі қисмы сәни фима яджиб аля анам мин хуқуқихи алейхи салату вассалам. Біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қандай міндеттеріміз бар? Соны баяндайды. Мысалы үшін айтамыз, уақыт келген кезде біз құрметті бар пайғамбарымыз иман келтіру міндеттіміз. Өйткені сен не істемесе, Аллахтың жалғыздығын мойындап бар, пайғамбар мойындамаса, нең дұрыс емес деп, иман дұрыс емес. Дәлел дұрыс па? Жоқ, дұрыс емес, әлбетте сенің иманның кемір болмайды. Өйткені ла иляха илlalloh Мұхаммад расулуллах. Сосын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сауат айтуға сенеміз, міндетті. Бұл жерде үкімде түсінетін боламыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям еруге біз неміз? Міндеттіміз. Сосын пайғамбарымыз саллаллаху жақсы көруге біз міндеттіміз. Бұл жерден кейбір андай ғой, типа былай сұрайды, кім? Алматшы. Мен пайғамбардың махаббатым жоқ дейді. Махаббат жоқ болса, значит, не істер оны? Кіргізу керек. Өйткені Алла тағала пайғамбарды ұлықтауға міндеттеген. Екінші Алла тағала айтып Құранда жерлер пайғамбар атына еруге міндеттеген. Қул ин кунтум тухиббуналлах фаттабиуни юхбибукумуллах. Дұрыс па? Алла тағала ашылған сөздер Мұхаммед соңынан еріңдер. Мұхаммед соңынан ерсін, Алла тағала сіздерді сіздер жақсы көреді. Сосын екінші қағида бойынша әл-мар'у ма'аман ахаб. Пенде кім жақсы көрсе бірге болады деген сөз. Ертең сен қиямет күні пайғамбарымыз бірге болған кезде сен пайғамбарды сүйесіңдер, жақсы көресің. Егер жүрегінде махаббат жоқ болса, махаббат ояту керек қой. Махаббат сүйесіңдер, ояту керек. Оны ояту үшін әрекет істеу керек қой. Пайғамбарды жақсы көрмеймін деген нәрсе болмайды ғой. Кешеде сабақ беріп жатсақ, бір бауырымыз айтады да, ағаш мәжілістен осы түс көрмісін, түсінді айтсам бола ма деп. Сонымен айта қойыңыз деп сұрап отыр ғой. Соны айтады, пайғамбарымыз салсам бір осы университеттен бір общагасын жүр дейді. Қай общага екенін белгісіз, бірақ неде жүр? Общага жүр дейді. Сосын мен қасында жүремін де жаңағыдай, Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям пайғамбар ғой дейтін болсам, ана общагада студенттер қарамайды дейді, Мұхаммед елемейді дейді вообще. Мен барамын дейді, Мұхаммед қой пайғамбар ғой деп айтып жатырмын, ана болса ешқайсысы елемейді, өз шаруа істеп жүр деші, маған пайғамбар келіп жатыр деп мен вообще вообще ноль дейді да. Сондықтан не жоқ, вообще сезім жоқ дейді халықты. Сөз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мен бұл жерден кетіне есік жауып шығып кетті дейді. Сосын не нәрсе деп сұрады, мен ойлаймын, біз нұрбалаң емес пе екен деп ойлап кеткен соң. Өйткені негізі ілім кімнің мұрасы жігіттер? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мұрасы, дұрыс па? Енді ешкімге кіргізбейміз ғой, бірақ мына жақта қаншама шәкірт отыр, мына ілім мәжілісі отырған адам жоқ қой. Біз осылай тек қана менің мәжілісім емес, басқа ілім мәжілісінде адам аз ғой бізде. Негізгі мақсат не үшін келген едім бәрі? Оқу үшін келген, бірақ мына білесің, мәжілісте ілім мәжілісі мирас жігіттер, пайғамбарлар мирасы, пайғамбар өзі не қалдырған жігіттер, динар, дирхам қалдырған, не қалдырды тек қана жігіттер? Ілім қалдырады ғой. Егер сен соған келмейтін болса, жағдайың қалай болмайды, түсінесіздер ма? Ал ондай нәрсеге бару үшін жүректе
махаббат керек қой. сол себепті пайғамбарымызды жақсы көргенше бізге міндет. Құдай қаласа екінші бір не болды, біздің мұсылмандардың пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам қандай міндеттеріміз бар, соны иншалла шейх несеншіктер баяндайды. Түсіндіңіздер ғой? Бірінші бөлім қасиетті Құрандағы алла тағаланың пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дәрежесін көтерген қатысты аят хадистер жинақтаған. Жасыма соны бөліміз. Екінші бөлім біздің пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам қандай міндеттері бар, соны шейх бірінен бірі иншалла түсіндіріп бізбен сіздерге айтатын болады. Және Құдай қаласа ол жақта да біз кейбір фиқ мәселелерінде ханафи мазхабының көзқарасын түсіндіріп айтып кететін боламыз. Жақсы ма? Кет үшіншісі. Енді келесі үшінші бөлімде жетер фима ястахилу, пайғамбарлар енесі мүмкін емес. Пайғамбарлардың істеуі мүмкін емес нәрсе. Мысалы үшін түсіндіретін боламыз, ақидалық мәселе ғой. Пайғамбарлар өздеріне түскен уақиғаны бір нәрсе жасап қалу мүмкін ба жетер? Жоқ, мүмкін емес. Пайғамбарлар күнә істеу мүмкін ба? Мүмкін емес. Пайғамбарлар өздерінің айтқан сөзіне қайшы амал істеу мүмкін ба? Мүмкін емес. Пайғамбарымыздар мынандай істеу мүмкін ба? Мүмкін емес. Біз Құдайға соны айтатын боламыз. Және кейбір пайғамбарларға қатысты сындарға жауап береміз. Мысалы үшін жаңағы Муса алейхиссалам адам өлтіріп қойғанға қатысты әңгімелер. Немесе пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қатысты өкінішке орай қазір кейбір дін дұшпандары айтып жүргендей, пайғамбарымыз жаңағыдай жас қызды алды, немесе пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің асыраған баласы Зейд ибн Харисаның аяғын тартып алды деген әңгіме бар ғой. Сол пайғамбарға немесе мүмкін емес. Біз оны Құдай қаласа ястахила, пайғамбарға мүмкін емес деген дүниелерді иншалла соны қозғайтын боламыз. Жасыма екіншіден ау яжуз алейхи, пайғамбар не нәрсе рұқсат. Мысалы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға біз бен сіздер сияқты заттар рұқсат емес пе? Соның жетенесіне біз қозғайтын боламыз. Жасыма аума ямтани, және пайғамбарлар не жетер мүмкін емес, істеу мүлдем болмайтын зат, соны Құдай қаласа біз айтатын боламыз. Жасыма осы жерде Құдай қаласа екі не бар, бөлім бар. Сол үшінші қисым, сол астында екі бақ бар. Сол өзінде егжей-тегжей танисыз балалар талқылайтын боламыз. Түсіндіңіздер ғой? Бұл немесе үйренгенімізде не нәрсе пайғамбарларға міндетті, не нәрсе пайғамбар мүмкін емес, не нәрсе пайғамбарларға жайыз, рұқсат. Пайғамбар ауыру мүмкін ба, ауыру мүмкін емес пе? Пайғамбарлар үйлене ала ма, үйлене алмай ма? Пайғамбар бай бола ма, кедей бола ма? Деген сияқты мәселе. Бұл не балалар? Үшінші бөлімде егжей-тегжей айтатын боламыз. Төртінші бөлім бізде фит тасарруфи ахкам. Мен танаққассаху. Яғни Құдай қаласа үшінші бөлімде біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға тіл тигізген адамдардың үкімдері. Енді өкінішке орай халықтың немесе кейбір діннен алыс адамдардың пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жақсы танымағаннан кейін әртүрлі сөз айтады. Бұрын кезде білетін шығарсыз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның несін, бейнесін мазақ етіп, карикатура салған еді. Сол сияқты бір адамдар, енді Алла хидаят берсін, әртүрлі әрекеттер істейді. Немесе кейбір кісілер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға ауыр тіл тигізетіндер көп. Сол тіл тигізетін адамдардың шариғаты жазасы қандай? Немесе олар не нәрсе істеледі? Біз Құдай қаласа соны жіктемесеміз айтатын боламыз. Ол жақта қанша бап бар бізде? 3 бап бар. Ол жерде тек қана пайғамбарға емес, сонымен қатар сахабаларға тіл тигізген адамдардың үкімдері. Пайғамбарымыз сахабалар бар, солар тіл тигізген адамдардың үкімдері қандай? Олардың жазасы немесе шариғатта олар не нәрсе міндеттеледі? Соған қатысты мәселе иншалла біз келесі дәрісте талқылайтын боламыз. Алла тағала баршамызға пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам шынайы танып, сол кісінің атын еруін нәсіп етсін. Жаңа имам Бусири айтпақшы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам күн сияқты дейді ғой. Не сияқты? Күн сияқты. Алыстан қарасаң саған кішкене сияқты көрінеді дейді, бірақ жақыннан қарасаң тәккел көз шыдай алмай төмен қарай түседі дейді. Сол себепті пайғамбарын танымаған адамға пайғамбардан жай адам сияқты көрінеді, бірақ таныған сайын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам несінен ұлықтығынан көзін төмен қарай түсе береді. Неге мен бұрын бұл кісіні танымағам? Сол енді Құдай қаласа пайғамбарға қатысты және пайғамбардың алдында қандай міндеттеріміз бар? Раббымыз қасиетті кітабында пайғамбар қалай мақтаған, осы кітапты алатын боламыз. Алла сәтін салса, әрбір бейсенбі күні кешке қарай осы жерге жиналып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның ерекшелігін танитын боламыз. Баршаңызға Алла разы болсын. Келесі дәрісте жолыққанша